Сәлеметсіздер ме? Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының жоғарғы медициналық колледжі нөмірі 5-ші мергерісі цәкінің оқытушысы Қожамбердиева Ақнұр Жақсылыққызы. Бүгінгі алгоритмнің тақырыбы тері астына инъекцияны орындау. Тері астына инъекцияны орындау мақсаты емдік, қолдану көрсеткіші дәрігердің тағайындауы бойынша, қарсы көрсеткіші тері асты май қабатының бұзылыстары кезінде асқынулар, инфильтрат, сепсис, вирустық гепатиттер, АқТқ, аллергиялық реакция, анафилактикалық шок. Енгізілетін жерлері иықтың жоғарғы сыртқы бөлігі, санның алдыңғы ортаңғы бөлігі, жауырын асты аймағы, іштің алдыңғы бөлігі. Дайындаймыз. Ол үшін бізге залалсыздандырылған мықты шариктері, пинцет, 70% этил спирті, дәрігердің ем тағайындау парағы, дәрігердің ем тағайындау парағымен сәйкес таңдап алынған дәрілік препарат, бір рет қолданылатын залалсыздандырылған шприц, залалсыздандырылған қолғап, қауіпсіз және жойылған алған контейнер керек. Іс-әрекет алгоритмі. Ең бірінші пациентпен коммуникация орнатамыз. Пациентке ем-шара мақсатын барысын түсіндіреміз, ақпараттандырылған келісімін аламыз. Пациентке ыңғайлы отыру немесе жату қалпын береміз. Қолымызды антисептик қолдану арқылы жуамыз, залалсыздандырылған қолғапты киеміз. Қолымды нөмірі 151-ші бұйрық бойынша антисептик қолдану арқылы жуып, залалсыздандырылған қолғапты кидім. Дәрігердің ем тағайындау парағын және дәрілік препараттың қорабын алып, дәрілік препараттың атын, дозасын, жарамдылық мерзімін салыстырып аламын. Қораптан дәрілік ерітіндіні аламын. Қораппен ампуланы салыстырамын. Дәрілік препараттың атын, дозасын, жарамдылық мерзімін. Бір рет қолданылатын шприцті аламын, жарамдылық мерзімін қараймын және бүтіндігін қараймын. Поршень жағынан ашамын. Құрастырылмаған болса, орауының ішінде құрастырамын және өткізгіштігін тексеремін. Дәрілік ерітіндімізді аламыз. Тар бөлігінде ауа көпіршіктері болса, кең бөлігіне қарай түсіріп аламыз. Пинцетті аламын. Мақта шаригін аламын. 70% этил спиртіне батырамын. Ампуланың мойнын айналдырып бір рет спирттілге мақта шаригіне сүртіп аламын. Мақта шаригін Б класының жұмсағынан тастаймын. Екінші мақта шаригін аламын, спиртке батырамын. Ампуланың мойнын бір рет қолданылатын шприцті аламын. Сұқ саусақ канюляда 1-3-4 цилиндрде 5-ші саусақ поршінде болады. Сол қолыма ампуланы аламын, дәрілік ерітіндіні қажетті деңгейде аламын. Қалпағын кигіземін. Шприцті сол қолға ұстап, оң қолменен ауасын шығарам. 1-2 тамшы. Пинцетпен 3 мақта шаригін аламын. Үшеуінде 70% этил спиртіне батырып дайындап аламын. Пациенттің жанына келемін. Қолғаптың сыртынан қолымды антисептик өңдеп аламын. Бірінші мақта шаригіменен үлкен аймақты спирттілге мақта шаригімен өңдеймін, Б класының жұмсағына тастаймын. Екінші мақта шаригіменен кесетін жерді бір рет қана өңдеймін, Б класының жұмсағына тастаймын. Үшінші мақта шаригін сол қолдың 4-5 саусағының арасына қоямын. Оң қолға шприцті алып, сол қолменен 3 қыртыс жинаймын. Шприцті 45 градуста 3-2 бөлігін енгіземін. Иненің және сол қолмен дәрілік препаратты жіберемін. Мақта шаригін қойып, шығарып аламын. Шприцті 90 градуста Б класының қатысына тастаймын. Қолымдағы қолғапты шешіп, Б класының жұмсағына тастаймын. Қолымды антисептик қолдану арқылы жуып кептіремін.